Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді болып шығатын, қымбат сливки мен қымбат тортты қажет етпейтін торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды саламыз. Менде 250 граммдық стакан, соның жартысына толмаған, яғни сәл толмаған құм шекер салдым. Екеуін жақсылап араластырып алып, сұйық май құйдым. Оны да араластырдым. Толық рецебін описанияға қалдырып кетемін. Мендегі 250 граммдық стакан, соның ішіне айран құйдым. Айранның үстінен бір шай қасық нан содасын салдым. Жақсылап араластырдым. Бізде дәл осындай реакция болуы керек. Бұны да құямыз. Араластырамыз. Сүзекіден 2 ас қасық какаомызды салып өткіземіз. Менде Малайзияның какаосы, рахаттың да какаосы болады. Жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 250 грамм стакандағы ұнды саламыз. 1 стакан. Жақсылап араластырамыз. Дәл осындай болады қоюлықта. Енді ыдысымызға саламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста піскенше ұстайсыздар. Піскенін шпажканың көмегімен шұқып көресіздер. Егер де шпажканың ұшы суланса, таза піспегені, құрғақ болып шықса, таза піскені. Соған қарайсыздар. Беті піссекендеп, ортасы шикі болып қалмасын. Осылай түсіріп алып, суыған соң бетіндегі томпайған жерін кесіп алып тастаймыз. Бұны тортымызды жинап болған соң майдалап блендердің көмегімен езіп аламыз, немесе қолмен езіп алсаңыздар да болады. Блендерлеріңіз жоқ болса, яғни майдалап үгетіп аламыз. Бұл торттың бетіне әсемдік үшін керек болады. Енді қалған коржымызды 3-ке бөліп аламыз. Кремін жасаймыз. 1 банка сгущенка менде. Соның үстінен қаймағымызды саламыз, сметанамызды 20%. Миксерлейміз. Араласқанынша. Осылай араластырып аламыз. Бір келкі лопаткың көмегімен де араластырып алыңыздар. Араласпай қалған жері араласады толық. Енді тортымызды жинаймыз. Бір коржымызды саламыз, бетіне кремін саламыз. Кремнің 2 бөлігін көптеу қалдырасыздар, бетіне сәл ғана аздау қылып 3 бөлікке бөліп алыңыздар. Көз жібімен. Екіншісін жағып аламыз дәл осылай. Яғни 2 слой кремі қалыңдау болады, бетіне кішкене аздау кетеді. Үшінші коржымыз. Қалған кремімізді жағамыз. Толық жағып болған соң бетіне осылай жаңағы езіп алған, майдалап алған коржығымызды сеуіп шығамыз. Мұздатқышқа 2-3 сағатқа қойып қойсаңыздар, кремі қатады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналымдан ар дамуына септігіңізді тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, лүпіліңізді баса кетіңіз. Менде торт көп ұзақ тұрмады, бірақ сағаттай ма тұрды. Сол үшін кішкене кремім сұйықтау болып тұр. Істеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.